Көзі дескен шығыс жақтан. Ойбай той екен ғой. Құрметті достар, сіздермен бірге тойлайық бағдарламасы. Мен Бағдәулет Сейтжаппаров. Құрметті достар, бүгін ерекше тойдың куәсі болып жатырық. Себебі Бөртекеевтер әулетінде үлкен қуаныш, үлкен бақыт болып жатыр. Өйткені дегеніміз біздің әке орнына әке болған, ана орнына ана болған Әлия анамыздың қуанышы болған Әли өзінің өмірлік жары, той әлемінің еркесі, серкесі болған біздің Арай Ғалымжан қызымен шаңырақ көтеріп жатыр. Ендеше тойдағы қызықтар мен шыжықтар, қызықты сұхбаттар сіздер үшін кетіп достар. Қымбатты қонақтар, сіздерге қойылатын алғашқы сұрағымыз бүгін тұрмысқа шығып жатқан Арай Ғалымжан қызы кімге немесе неге ұқсайды? Қарақат Абильдина, Қыдыр Әлболманов, Медеу Арынбаев, көп қой енді айта берсек. Лев, тигр, волк, что еще? Медведь. Elephant, lion, tiger. It is the animals, yes, wild animals. Шварценеггер, Ван Дам, Джет Ли, Джеки Чан, кім Сильвестр Сталлоне. Ойбай Юлдыз Усманова, Шахзада, Ситора, Севинч. Бегемот бар, крокодил бар, жаңағы қасқыр бар, аю бар, арыстан бар, жолбарыс бар, кенгуру бар дегендей. Акула бар, кит бар, дельфин бар, қырғын ғой, сазан бар, лаха бар. Рианна, Селена Гомес, Адель, сосын барып, Ники Минаж. Сиыр, жылқы, қой, ешкі, түйе, ит, мысық, ит те жеті қазынан бірі ғой. Қымбатты қонақтар, сіздерге қойылатын екінші сұрағымыз бүгінгі тойдан қанша литр арақ ішесіздер? Ішеміз. Бір отырғанда неше литр ішесіңдер? Бір отырғанда ма? Білмеймін, тұра береміз. Құлақтың басына жылы күйінде фық ұрып аламын да. 5 минутқа жетпей ішім құр дейді, сонымен барып келесін қайтадан ұра беремін мен. Шын айтып, нан ұрсын. Ұра беремін шыны керек. Бір-ақ литр ішеміз. Бір-ақ литр ма? Одан артық іше қайсыз ба? 1,5 литр шығар кетсе. Үш кесе. Бірден ішесіз ба? Бір отырып алып, бір отырып, әңгіме созып. Созып, ішіп алып тұрасыз ба? Бір отырғанда неше литр ішесің? Бағыма байланысты ғой. Мастелең? Тамақ жегенмен түйілгенмен байланысты ғой. Соған байланысты іше бересің. Енді мен прям нанша литр деп білмеймін ғой, ішемін ғой бірақ отырып. Ішіп отырады, не ең басы, тамақтың артынан зың кетеді. Қортады ғой. Тамақты қорту үшін ішіп отырасың ба кетті де? Ішесіздер ғой? Ішеміз. Бір отырғанда неше литр ішесіздер? Бір отырғанда бір кастроль ішеміз ғой. Бір отырғанда бір кастроль? Мини кастроль ішеміз. Мини кастроль мені кәдімгі ішіп қоясыз? Ішеміз. 5 литр 6 литр ішеміз ғой. 5-6 литр кәдімгі бір өзім ішесіз? Бір өзім ішемін. Таудың жігіті ғой. Тауда тұрасыз ғой? Тауда тұрамыз, әкем шешеміз. Бір бакалашка. Бір бакалашка дей салайыншы, қызық болсын. Бакал? Бакалашка. Бір бакалашка ішесіз? Кәдімгі отырып алып? Иә, кайф қой. Бида бөліп да, сразу емес қой. Жайлап Тамыр-тамырға бару үшін да. Бір кесе қақ кетеді басқасын. Қазақпыз ғой. Қымбатты қонақтар, сіздерге қойылатын келесі сұрағым, бүгін өліп ішіп жүрген алқаштарды атап беріңіздерші. Бұның Ғазиза, Қайрат күйеу бала. Жазира мен Марат. Әлия әпкем осы тойдың егесі, мен өзім одан кейін Ғазиза. Менен кейін Нұрбол деген інім бар. Одан кейін Жазира деген сіңілім бар. Арасында сіз де барсыз? Иә. Гүл Жазира деген қызым. Сосын? Қази, Әлия осы тойдың егесі. Ербол, Нұрбол. Солар, иә? Қымбатты қонақтар, сіздерге қойылатын үшінші сұрағым, бүгінгі Әли менен және Арайдың тойына қандай сыйлықтар алып келдіңіздер? Бампер бар, граната, шарвы, анау, мынау, мотор, коробка, кулиса, скорус. Шеге, балға, отвертка, плоскоус, сосын не, дрель, тағы не бар? Фен бар, трансформатор, препаратор. Қазан, тапа, какбір, ожау, шөміш, қасық, вилка, мантаварка, мультиварка. Ет асқандағы өзіміздің 5 бармақ. Палау, манты,
лагман, сорпа, қуырдақ. Тақтай пышақ көп қой, ожау, шанышқы, Сосын? или сковородка, или тәпенше. Мүмкін манты пісіретін мантаварка. Қымбатты қонақтар, бүгінгі тойымызға халық жиналып жатыр екен. Қазір дегенмен де бүгінгі тойға шақырту қағазын алған кезде қандай сезімде болдыңыздар? Жоқ, әсер өтірік қой бәрі. Өтірік дедіңіз бе? Адам шынайы болу керек қой, любой жақта. Зачем ондай қылып? Зачем? Ол шет елде ғой, фантазия. Жыладым. Қалай жыладыңыз? Кәдімгі көзге жас келіп. Деп жыладыңыз. Жоқ, олай емес. Даусым шықпайды. Даусыңыз шықпайды деп. Жай ғана көзден шыққан жасты сүртіп Жыладым. Қалай жыладың? Айта алмаймын. Сүлгін сығып отырып. Жас толып қала берді ма, кәдімгідей? Жыладым, яшікшен бітпесінде мен дайым ғой. Тас жүрекпін ғой. Жылағанда жыламаймын, әйелдің өзі еді, сен нәзік екенсің болмаған деп қояды. Білмеймін, жылағанда жыламаймын мен, бірақ еңіреп жыламайсың, бірақ көзімнен жас ағып бүйтіп қыштап тұрамын бүйтіп, көзім қысқызың, жас бұрқ ете қалады. Бұрқ ете, яғни сондай сезім болды ғой. Иә. Яғни жыладың ғой, Иә. Қалай жыладың бір көрсетіп берші бұл. Деп қойып қасына әйелім отырады ғой, білдірмейсің ғой жаңағы, деп жылап жүрмейсің ғой нарда. Іштей жылайсың ба? Деп көзін сүртіп қоясың, әйеліңе өйтіп қарап қоясың, былай қарайсың, дейсің де отыра бересің дальше. Жоқ, әсер болды, бірақ жылаған жоқ. Біртүрлі болған жоқсыз ба? Жоқ. Сәл. Мен жылағанандай көзге мөлдіреп кетеді ғой көзің. Сондай сондай көзің мөлдіреп қалады. Ұялып қаласың ғой. Қандай боздап дейсің. Қатын отырады. Сен жылап қойын деп прикол ұстап қояды арасынан. Бүйтіп көзін не істеп қойсың, жылаған жоқпын деп көзін қысып қоямын. Жалпы енді Көңіл бос кішкене енді. Қымбатты қонақтар, бүгінгі тойға ең аз тояны алып келген 3 қонақты атап беріңіз. Дәулет, біреу ұлан досым. Одан кейін жаңа кім? Нұрлан Есман. Одан кейін кім біледі? Жеми бір адам ғой. Ақылбек, Қарлығаш, Бақа. Үшеу ғой, Иә. Ғазиза, мен біреу. Одан кейін мен сіңілім. Кім аты? Жазира. Ерболтаға, Нұрболтаға. Сосын? Кейін мен мамамды айтып алайын. Ғазиза. Мінекей қымбатты қонақтар, бүгінгі тойымыздың қызығы мен шыжығы осындай болды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жылы Али менен және Арайдың бесік тойында, яғни шілдехана бесік тойында қауышқанша дейміз. Сау болыңыздар.